Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Әңгіме Ақсақ қыз. Қызылорда Невс ауруханасының төсегінде жата-жата еңсе сезіліп, мүгедектер арбасына отыра-отыра әбден зарезап болған Маржан бүгін протез аяқ кимек. 4 мүшесі сау, 4 құласы тең адам. Бақыт деген не нәрсе екен түстеп, таным жарытпас анық. Жер басып жүру дегеніңіз теңдес бақыт екен-ау. Қалай білмегенмін. Сол бақыт құшқандармен ұйықта салыр күн, туса ғой шіркін. Бір сәтті қуанышын демде күдік алмастырып, өз аяғымдай болу қайда бірақ. Жасандының аты жасанды емес пе деген. Сұрқай ойлар қаумалап, тұңғиығына тарта жөнелді. Маман дәрігердің жылдебісі, үміт отын үрлегендей көзінен қуаныш ұшқындайды. Шетелде әкетін тапсырмасымен жасалған өз аяғынан кем болмайды. Сол жасанды аяқпен алғаш бойын тіктегенде, аяғын апыл-тапыл басқан сәбидей қалт-құлт етіп денесін әзер итергені бар. Бірақ бұл жай көпке созылмады. Әлсіздігін жеңуге тырысып бақты. Қайтсем де жүрім керек деген ішкі талпынысы жігерін қайрап тек алға жетеледі. Бұдан былай жүруге жаттығу күні бойы айналысатын тиісті жұмысына айналды. Бірде Маржан үйінің іргесінен өтіп жатқан орталық көшеге түсіп, иін тірескен халық нөпіріне қосылды да алға қарай кете барды. Екі аяғымен тік тұрғызып, тағы бір мүмкіндік берген Аллаға тәуба. Айналасына самарқау көз тастап қояды. Қала көшелерінде сол баяғы көрініс. Ілгері кейін қайшыласа зымыраған сан түрлі автокөліктер, ары-бері сабылған адамдар, бірінің екіншісімен ісі жоқ. Өзін қызықтыратын ештеңе қалмағандай көңілі күңгірт тартты. Өмірдің тарам-тарам жолдарынан өз соқпағына түсіп, тіршіліктің керек жарағын тірнектеуге тыраштанып безгектегендер басқаның қайғы-қасіретін қайтсын. Кенет жолдың ара қапталында өзгелерден оқшауырақ бағдаршамның жасын күтіп тұрған таныс жүз жылы ұшырағандай анықтап көз салды. Күйеуі. Ол жалғыз емес еді. Қолтықтаған әлде келіншек, әлде бойжеткен, әйтеуір біреуі бар. Қыз жүзін ары бұрып күйеуіне бірдеңені айтып наздана қарайтын сияқты. Жүрегі кеудесін бұзып сыртқа шығып кетердей атқақтай соқты. Көз алды тұманданып, бұлыңғыр тартты. Басы айналғандай ма, әлсіздікті сезінді ме, енді жайлана бастаған көңілі мына көрініс ойран асыретті. Көпшіліктің арасынан сытылып, былай таман жол шетіне қарай ойысып, сол арадағы жуан терекке арқа сүйеп терең тыныстады. Жанарынан ағыл-тегіл мұншақтаған жас бетін жауып, омырауына құйылып жатты. Осы сәт өкпе тұсынан Маржан деген дауысқа жалт қараған. Ойлы қара көздері кеңе түскен аққұба әдемі келіншек тұр қасында. Жанары шарпысып қалды. Бетінде тарам-тарам жүлденген жасты құрғатуды қажет деп таппаған Маржан. Есенкүл деп екі қанатын жая ұмтылды. Есенкүл де қарсы жүріп кеп құрбысын құшақтады. Маржан Есенкүлдің бауырына жылу іздегендей тығыла түсіп, іш құсасын бүлдіре ұзақ өксіді. Маржан бастан өткен жағдайыңды естігенмін. Болған іске болаттай берік бол демей ме даналар. Менің де кеңесім сол, қойдым. Маржан шағын сөмкесінен қол орамалын шығарып, көзін бетін сүртті. Мені қайдан тауып келдің деді Есенкүлге. Көлікпен өтіп бара жатып көріп қалдым. Сау адамның тұрғысы емес-ау деген күдік қолды аяққа тұрғызбай осылай қарай жетеледі. Көлігімді сол тұсқа қалдырып кеттім. Алғысым шексіз өзіңе. Ебіл-себіл болуыңа себеп не? Осы әзірде ғана сатқын күйеуімді көріп қалдым. Сатқын? Сау кезімде алдында құртша жорғалайтын күйеуім кеселге ұшырағаннан кейін менен сырт айналды. Сүйіктісін тауып та үлгергені жаныма шаншудай қадалуда. Демек үлкен есеппен үйренген. Қызметке әкемнің арқасына жеткені ғой. Есінде жоқ. Екі баланды ойламаған ғой. Есенкүл тапталған намысым, ашу-ызамды келтіріп, аналарды екіжүзділігін, әшекерлеуім керегін санама себезгілегендей. Тәуекел дария кештіретін рас екен. Дәл қазір ештеңені тайнар емеспін. Не істемей қойың бар? Әлгілердің соңынан қуып барамын. Менің үйімде сайран салуға жол бермеймін. Көлігімнің сонда алып баршы өтінемін. Бірақ ашуды ақылға жеңдіріп білмесең, денсаулығыңа кері әсер етуі мүмкін екенін ескергейсің. Дұрыс айтасың. Екеуі көлікке қарап еттегенде анандайдан Маржанның күйеуі Аслан төбе көрсетті. Олар осылай келе жатыр. Жолдың арғы жегінде күтейік, мен көрінбейін деп Маржан құрбысының тасасына бой жасырды. Есенкүл екеуін көзінен тас еткен жоқ. Міне олар жақындай түсті. Тығыршықтай денелі жігіттің екі езуі екі құлағында. Аяғын сынып басулар еш алаңсыз жайбырақат, орнықты жағдайды көрсеткендей. Маржан қасындағысы бір кездегі жан досың Марал деді Есенкүл. Енді ғана таныдым. Жай басып келіп Маржан жолын бөгеді. Аслан деп еркелеген нәзік үнімен.
Жігіт серкетті. Қарсы алдында аппақсын көрсете ақсия көп тұрған Маржанды көргенде сасқалақтан сонша ақсар өңі бір қызарып бір қуарды. Сүйіктісінің қолтығынан қолын тарта ала қойды. Маржанға бастан аяқ көз жүгіртті, дауысы дірілдеп, «Маржан, жаным, қалайсың?» деп келіншекті бетінен өпті. «Көріп тұрғаныңа жақсымын». Осы сәт Марал досы ұйқыдан оянғандай. «Маржан» деп ұмтылып еді, оны көкірегінен итеріп жіберіп, іштен шыққан сыр жыландай ерлеңдемей баршы деді зілдене. Арада бір жола безген екен десем, ардан бір жола безген екен десем, ұятың жұқанасы қалған сияқты бетіңде, деді күйеуіне. Балалар қайда? Атасы мен апасының қасында. Балаларды ауылға апарып тастап, менен іргеңді аулақ салып, ғашығың мен еркін бой жазған сәтіңе куә боларымды ойламадың ба сірә? Қайдағы ғашық? Балапандарымды сағындым, бүгіннен қалдырмай жеткізетін бол. Жеткіземін, уайымдама. Сонан соң коттедждің кілтін әкеліп бер. Егер маңдай терін тамшылата қиналып тұрғызған үйің болса, жын ойнақ жасайтындарға жалға беріп табыс көзін айналдырмасаң. Оны қайдан шығардың? Тыңда, мен айтсам бірдеңе біліп айтамын. Тисе терекке, тимесе бұтаққа демеймін. Адамын жіберіп бірнеше мәрте тексерткенмін. Тексерушілер дұрыс ақпарат бермеген. Заң жүзінде ажырасып алиментке беремін. Маржан, кешірші, ажырасқым келмейді. Менің үйімді әкем орналастырған қызметте емін еркін көңіл көтеріп қолайлы. Ажыраспасаң қасыңдағыны қалай үйленбексің? Оған неге үйленуім керек? Оның күйеуі бар. Өтірікті адам иланатындай қисынмен айтсаңшы. Табансыздығың тайған ақтың 200-лігің жыныма тие бастады. Қолыңмен істегенді мойныңмен көтеріп, нағыз ер азамат сияқты ағынан жарылса мүмкін ойланар ем. Маржан, балаларымнан айыра көрме, кешір алсаң кешір. Адам қиын қыстау кезінде танылады. Бұрын танымай келіппін. Мына бишаралығыңды көңіліме сіңіре алмай, сен үшін алып тұрмын. Маржан, қандай бишаралығымды көріп тұрсың? Бұрынғы сол Асланмын. Сенімен сөз жарастыруға зауқым жоқ. Машинамды да әкеліп қоясың осында. Кілтін қолыма ұстатасың. Енді өзім жүргіземін. Дегенің болсын. Қызметіңде қалар қалмасында екі талай. Әкем опасыздығынан бейхабар. Енді шындықты жасырмаймын. Маржан, бәрі сен ойлағандай емес. Марал сөзге араласып еді, Маржан сөзін аяқтатпай тиіп тастады. Мен арқылы әкемнен көрген көмегіңді ұмыта қоятын жөнің жоқ еді. Жақсылығымды жамандықпен қайтардың. Сен опасыз аяр, мені туған күніңе шақырып, сусынға ұйықтататын дәрі қосып беріп, апатқа ұшырап өлгенін тіледің. Маржан, не айтып кеттің? Ойыңнан шығара бермейтіп. Нағыз шындық тілге тиек етіп тұрғаным. Арамзалың үшін сен сотқа беруім де мүмкін. Маржан айтарын айтып болып, Есенкүлді қолтықтап жөнеле берді. Былай шыға бер, Есенкүл. Маржан, Маралдың сусында ұйықтататын дәрі қосып берген рас па, деді. Рас. Қанның құрамын тексерген анықталды. Айтарға сөзім жоқ. Біздікіне барайық, Есенкүл. Апаммен таныстырып қояйын. Есенкүл кеткеннен кейін Маржан төсегіне жата кетіп ойға шомды. Уақыт өткен сайын алыстай беретін қайталанбас жастық шағының есінде қалған үздік суреттері, көріністері көз алдында өтіп жатты. Маржан ауқатты отбасында туып өсті. Ішкен алдында, ішпеген артында дегендей. Байлықтың шалқарында балықтай жүзіп, лаңдап өсіп бой жетті. Бәріне тіпті қастерлі ұғым ретінде дәріптелетін құндылық атаулыға байлықты өлшем етті. Сөйтіп жүріп мектеп бітірді. Жоғарғы оқудың да есігі Маржанға қарашылды. Есенкүлмен алғаш бір бөлмеде тоқайласты. Қызға бастан аяқ жырына көз жүгірткен Маржан жыланша жиырылды. Соқаны сүймейтін, бет-әлпетін ақ байқатқан, бөлмесіне ұнамағанын Есенкүл де сезді. Есенкүлдің бір аяғын сылтып басатын кемістігі бар еді. Кемтарлымен қоса кедей қызбен қатар жүріп тұруды бойына мін санаған сыңайлы, үлдемен білдік оранып, өзінде барымен өзгеге ұрған саңқой бойжеткен бақыт дегенді байлықтың баламасы деп ұқты. Жанесін бақыттылар санатына қосты. Бірінші курста оған әкесі оған қымбат көлік сыйлағанды. Есенкүл көп сөйлемейтін, ықпалдылардың ырқына қоғада елу әдетінде жоқ, бір тоға есті қыз. Сабаққа алғыр, алдында құрақ ұшып, жарымсақтануды әбестік санайтын. Мінезі Маржанды шапқа түрткендей жынандыра түсті. Оны сырттай өз атымен емес, ақсақ қыз деп атайтын шығарды. Маржанның қолтығына тығылушылар да Есенкүлді солай атай бастады. Бірде достарына, анау біздің бөлмедегі ақсақ қыздың суретті оқу озаттарының қатарына тағалыпты деп сампылдай сөйлегені сабақ беретін ұстазының құлағына шалынып қап ескерту алғаны бар. Маржанмен жеке сөйлескен ғалым: ұстаз, байлық жуса кетіп қалатын қолдың кірі, өмірде мәңгілік өзгермейтін ештеңе жоқ. Ертеңнен бүгініңмен өлшеу ағаттық, байдың кедейленіп, кедейдің байып кетуі әбден мүмкін. Сен ақсақ қыз атандырған Есенкүл іштен солай тумаған. Келеке мазаңызды нысанасына айналдырған қыздың бұндай күйге қалай душар болғанын білсең жылар едің. Бетіне қатты айтқан сол ұстаз соңғы сөздерін соңғы кездері жиесіне алатын болып жүр.
Бірде сабақтан енді ғана келіп бөлмеге енген Есенкүлмен әлденеге көңіл күйі болмай отырған Маржан байланысқа түсті. Тарпылдатпай аяғыңды көтеріп бассаң нең кетеді? Тарпаң жүрісінен ақ жүйкені шығартып біттің ғой, деді оған ішіп жеп қоярдай түнере қарап. Көтеріп басуға аяғым жарылмайтынын біле тұра, неге өшің бардай шүйле бересің, деді Есенкүл ашуға булығып. Сені мүгедек қылған мендей-ақ шаптығасың ғой. Дауыс көтеретін кім едің? Мүгедек болмайын деп Құдаймен келісімшартқа отырып едің, күлме досқа келер басқа дегенді қаперіңде ұстағайсың. Сені тым асып барасың, әр нәрсенде шегі бар. Айылыңды осы арадан жия қоймасаң, көп асқанға бір апат, кесірілге бір кірапат болар анық, деді. Ұрылып жүре берді. Есенкүл сол күні-ақ бөлек бөлмеге ауысып, кесірлі бойжеткеннен іргесін аулақ салған. Жаңа қонысының байырғы тұрғындары соңғы курс студенттер екен. Олар диплом жазу үшін пәтерге шығып кеткендіктен Есенкүл бөлмеде өзі ғана. Әлгіндегі Маржанның өктемсуі, мүгедектің бетіне басуы жанын күйзелтті. Көз жасына ерік берді, жылап жатып ұйықтап кетіпті. Есенкүл орнынан тұр, мойыма, бәрі жақсы болады деген анасының даусы ұйқыны шайдай ашты. Апасының алдында алып, айналап үйіріліп, бетіне құшарлана сүйетін есіне түсіп, жанарынан мөлдір тамшы сорғалай жөнелді. Өгей шешесіне қаршадай қызының жүріс-тұрысы да, өзі де, сөзі де жақпады. Әкесінің көзін ала беріп, қағып жіберіп, итеріп қалып, қақпалының тасындай қағыстыратын. 5 жастағы кезі. Байқаусыда бір шынын сындырып алып қойған үшін шапалақпен жағынан салып жіберіп шырылдап жылағаннан да қарамастан сыртқа қарай қолынан дедектетіп жетелей жөнелді. Қораның төбесіне шық, деді, сатағашты көрсетіп. Тырп етуші болма, деді зекіп. Қимылсыз ұзақ отырған жалққан бүлдіршін ұйықтап кетіпті. Төбеден құлап кетеді. Аяғым-ай деп жан дауыс шығады. Безілдеп жылап жатқан үстіне бақытқа қарай әкесі кеп қалғаны, қызын жерінен көтеріп алып, не болғанын сұрап біледі. Үйіне кірсе, әйелдің қағанағы қарқ, сағанағы сарық, бейтаныс келіншекпен ішімдік ішіп қызара бөртіп отыр екен. Адамға тән мейірімнен жұрдай қатыгез әйелмен бір шаңырақ астында мынандай жағдайдан кейін өмір сүру мүмкін емесін сезінген әке әйелімен бір жола қоштасады. Сол күннен бастап аудандық облыстық білікті мамандарға қаратып ұзақ емдетеді. Өкінішке қарай Есенкүл аяғын сылтып басатын болып қалады. Маржан оқу бітірісімен табысы мол қызметке орналасты. Әке дәулетінің арқасында қол жеткізген коттедж, өзін жақсы көретін күйеуі, қымбат көлігі, ұлы мен қызы бар. Сол күні жан досы Маралдың туған күннен келе жатқан. Күйеуі сапарда қалада жоқ еді. Өрелге отырғызып ызғыта жөнеледі. Кенет көзіне ұйқы тығылып қалғып кетті. Көлігі жол жиегіне қарай кілт бұрылып, әлденеге қатты соғылды. Көзінің оты жарқ етіп, қап-қараңғы түнекке жұтып кете барды. Қай уақыт еткені белгісіз, көзін ашса, ақ халатты дәрігер басына төніп отыр екен. Тітіркендіргіш дәрі иіскететін болу керек. Қасында денесінен бөлек жатқан өз аяғын көріп есінен танып қалды. Маржан ауруханада ұзақ жатты, бәрі бітті. Болашағым бұлдыр күңгірт. Бүйтіп қасірет шеккенше апат үстінде жан тасым еткен дұрыс еді. Алла тағала көрсін деп тірі қалдырған ғой. Тағдыр тауқыметі жанын жегідей жеп, қайғының қара дауылы әбден сілкіледі. Дөңгелек жүзі суалып, екі жағы пышақ жонғандай сорайып, адам танықсыз өзгерді. Әншейінде өліп өшіп тұратын күйеуінің өзіне теріс бұрылуы Маржанға дүние төңкеріліп кеткендей әсер етті. Отбасы жанашыры, отағасының мүттайымдығы келіншектің адамдарға деген сенімін жоғалтуға жеткізді. Басаман кезінде қасынан бір ел қалмайтын достары көп еді. Солардың көбі-ақ отбасының өзекті мәселелерін шешерде Маржанның көмегіне жүгінетін. Маржан, бәлен жерден танысың бар ма? Күйеуімді жұмысқа орналастырайын деп едім. Маржан, үнімді бір жерге іліндіріп берші деп тыным бермейтін. Басына үсіп, екі дүние ортасында жатқанда солардың бірі де есігін сығалаған жоқ. Сығалау былай тұрсын, телефон шалып хал сұрауға да жарамады. Соңғы кезде Маржанның есінен Есенкүл шықпайтын болды. Күлме досқа, келер басқа демеп пе еді деп табалап тұрғандай көрінеді. Өзінде жоқ артықшылықты Есенкүлдің бойынан мен мұндалағанда ішінен қызғаныштың қызыл иті шабалана тұра ұмтылар еді. Есенкүлдің өмірді тереңірек түсінетінін, әр нәрсенің қисынынан алдағы беталысты қалай өрбейтінін, соңы немен тынарын болжай білетін, ақыл зеректігі, ұшқыр ойлылығы таңдандыратын. Төсегінде мамандығыма үш қайнаса сорпасы қосылмайтын, әр алуан ғылыми әдебиет оқып жатқанын көргенде кітап не тең екен деп тыжырынып теріс айналатын. Есенкүл университетті үздік бітірді. Кейінгі өмірден қабасыз. Бір кезде қата жүруден намыстанып, суқаны сүймейтін сол Есенкүл бүгін ең жақын адамы секілді. Жан қалауынан да ауырған жерінен де емін де Есенкүл табатындай. Әйтеуір оған деген көңілі алап өтен. Адам осылайда өзгереді екен-ау. Есенкүлсіз таң атып күн шықпайтындай сезінген Маржан күйеуі Бақыт екеуін сенбі күндізгі асқа шақырады. Бөлмеге бас сұққан
қабырғадағы кітап сөйлеріне назар салған. Бақыт: Маржан бай, кітапханаң бар екен, кітаппен араларынан қыл өтпесе сату екендігін байқайтынды, деп жымиды. Өкінішке қарай кітаппен кешірек басыма іс түскеннен ғана достастым. Оқасы жоқ іштен кеш жақсы. Кітапсыз адамның өмірі бос, депті бір ойшыл. Кітаппен дос бол, кітаптың жомарт беттері көзіңді тосар адал дос, одан жоқ тегі, деп Расул Ғамзатов атамыз тегін айтпапты. Бақыт та кітапқұмарлардың бірі, деп Есенкүл күйеуіне аялай қарады. Астан соң Бақыт рахмет айтып кетуге рұқсат сұрады. Сіздер асықпай әңгімелесе беріңіздер, мен балаларға барайын. Есенкүл: Қанша балаларың бар, деп сұрады. Естен шығарыппын ғой. 2 ұлымыз бар. Кеше Бақыттың ата-анасының үйіне қалдырып кеткенбіз. Ол кісілер қала сыртындағы ауылда тұрады. Немерелеріне көріп тұрмаса көңілі көншімейді. Есенкүл Маржан әңгіме ауанын басқа арнаға бұрды. Алдыңда кінәлімін. Саған жасаған қиянатым есіме түссе, кірерге тесік таппаймын. Назаңа ұшырадым. Жер басып жүргендердің бәрінен биікпін деп есептедім. Ақыры тым асқақтағым салдарынан мынандай күйге ұшырадым. Кешір мені. Есенкүлдің алдына басын иді. Жанарынан мөлдір тамшы құйылып жатты. Есенкүл орнынан ұшып тұрып Маржанды екі иығынан құшақтады. Бұның не, Маржан? Ол жайлы әлдеқашан ұмыт кеткенмін. Жүрекке түскен жара жуықта жазылмайды, ұмытылуы да мүмкін емес. Жастық шақ қателікке ұратын кезең ғой. Тәкаппар едің, бірақ қайырымды болатынсың, басқаларға көмектесіп жүретінсің. Мені бұлай бағалайтыныңды білмеппін. Кезінде қатты ренжіген рас, бірақ кек сақтап жамандық тілегеннен аулақпын. Рахмет, Есенкүл. Сен болмасаң қайтер едім. Ішкі сырымды кім тыңдайды менің? Айтпақшы, күйеуің балалары алып келеді ме? Алып келді, бақшаға бергенбіз. Таңертең әкетіп, кешке қарай жұмысына соңа келіп жүр. Басқа тепсен кетпеймін. Маралмен ешқандай байланысым жоқ. Кездесіп қалып едім. Өткен кеткенді еске алып келе жатқанбыз. Оның саған қастандық жасағанына хабарсызбын, дейді. Тіпті не істерімді білмей далмын. Тағы бір мүмкіндік бергенің жөн. Қабырғамен ақылдасып көрейін. Балалар туған әкесінен ажырату қиянат. Есенкүл алдыма үлкен мақсат қойып отырмын. Маржан жадырай сөйледі. Қандай? Есенкүл елең етіп құрбы жүзіне таңырқай қарады. Опасыз жігіттердің арбауына түсіп, алданып, құрсағындағы баладан құтылу жолын іздейтін қыздармен тастанды балалардың, панасыз аналардың мүддесін көздейтін бір іс ашсам деймін. Мынауың керемет қой, Маржан. Қаракөз бүлдіршіндердің шетелге сатылуын болдырмауға санамыздың артуына, теңізге тамған тамшыдай үлес қоссам деп өзім бақыт сезінер едім. Бұл арман ғана. Арман нақты іске айналу үшін әлі көп еңбектенуім, жүгіруім, миды істетуім керек. Дұрыс айтасың. Бақыт заңгер ғой, сұрағыңа жауап беруге әрқашан дайын. Рахмет, сенің қолдайтыныңды ешкім сезген. Мұндай ізгілікті істі қолдамасқа. Маржан мен Есенкүл тұңғыш рет сырақтарысып ұзақ отырды. Досының көңілін аулаған Есенкүл жұмысы бастап асып жатса да асығыс танытпады.